Нөсер жауын Түркістан облысы тұрғындарын титықтатып тұр. Толассыз жауған жаңбырдан әсіресе Мақтаарал мен Жетісай ауданының халқы зардап шегуде. Мұнда жер асты сулары көтеріліп, аулалар мен баспаналар қызыл суға толған. Мамандарда тыным жоқ, алайда аптаға созылған жауынның тоқтайтын түрі көрінбейді. Судың бәрі уже сыртқа шығып, подвалдың астында еш шығып жатыр. Ана банкілердің жүзіп жүр астында подвалымыз. Бұл Жетісай ауданы. Апта бойы жауған жаңбыр салдарынан тұрғын үйлер мен қора-жайлар судың ортасында қалған. Тұрғындар аяқтан резеңке етікті тастамайтын болған. Туалетке етікпен барамыз, етікпен жүрміз. Резеңке етікпен. Қойларымыз, сиырларымыздың бәрі белуарда суда. Баратын жеріміз жоқ. Жас балдарымыз бар, үйде шыға алмайды. Кеше немерем суға түсіп кетті. Судың ішінен зорға шығарып алдық. Ауданға қарасты 10 шақты ауылдық округте де жағдай осыған ұқсас. Жаңбыр суы жерге сіңбей, көл болып жатыр. Оны жан-жаққа ағызуға көпшілігінің шамасы жоқ. Салдарынан қора-жайлар құлай бастапты. Мақтаарал ауданы халқы да табиғаттың тосын мінезінен шаршаған. 11 наурызда басылған жауын әлі толастамаған. Төтеншеліктер аймақта жауынның мөлшерден артық жаууы жағдайды қиындатып отырғанын айтады. Бірінші 10 күндікте түскен жаңбырдың көлемі 29 миллиметрді құрап отыр, ал норма, көп жылдық нормаға сәйкес бұл 18 миллиметр болу қажет еді. Яғни 161%-ға нормадан асып түсіп отыр. Жер асты суларын соратын 392 тік дренаждың көбі істемейтінінде жығылғанға жұдырық болып тұр. Жалпы ауданда 392 тік дренаж болатын болса, бүгін таңда 82-сі жұмыс жасап тұр, 77-сі режимге сәйкес тоқтап тұр, 233-і жөндеуді қажет етеді. 113 тік дренаж бүгін таңға мемлекет сатып алу жұмыстары ұйымдастырылып жатыр. Мақтаарал өңірдің ауылдарындағы қызыл суды сыртқа ағызуға 100-ден астам маман жұмылған. Ауа райын болжаушылар 20 наурызға дейін аймақта нөсер жаңбыр сақталатынын ескертуде. Айза Түрбекқызы, Нұрғазы Жүніс, Астана Таймс, Түркістан облысы.